Баршаңызға қайырлы күн. Менің ас үй каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бір жасағаннан өте керемет болып шығатын нағыз таңғы асқа арналған сырники рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен бізге алдын ала өлшенген осылай творогымызды ыдысымызға салып, оның үстіне дәміне қарай өз қалауларыңызша қантымызды салып, одан кейін бір дана жұмыртқамызды салып, шанышқымыздың көмегімен осылай творогымыз ұсақталғанша жақсылап араластырып аламыз да, одан кейін блендеріміздің көмегімен осылай қоймалжың масса болғанша жақсылап блендерлеп аламыз. Міне, біздің қоймалжың массамыз дайын болды. Ендігі кезекте дәл осы массамыздың үстіне шамалы ғана ұнымызды салып, лопаткамыздың көмегімен жақсылап біркелкі болғанша араластырып аламыз. Одан кейін тақтайымызды қойып, оның үстіне шамалы ғана ұнымызды сеуіп, ұнымыздың көбірек болғаны дұрыс, себебі біздің массамыз қолға жабысқақ келеді. Осылай ұнға ауната отырып, қолымыздың көмегімен немесе пышағымыздың көмегімен осылай үстінен баса отырып, шетін домалақтап дайындап аламыз. Дәл осы ретпен барлығын дайындап жасап аламыз. Достар, егер менің каналым ұнаса, комментарий қалдырып, лайк басып, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Міне, біздің өте керемет болып шыққан сырниктеріміз дайын. Ендігі кезекте бізге таза қолдың сары майы қажет болады. Сары майымызды табамызға салып, ерітіп аламыз да, дәл сол еріген сары майымыздың үстіне сырниктерімізді салып, жақсылап қызарғанша, алтын түске енгенше екі бетінде аунатып қуырып алатын боламыз. Рецептін описание бөлімінен таба аласыздар. Мен сіздерді өз каналымда күтемін. Міне, осылай екі бетінде аунатып, дәл видеодағыдай қуырып дайындап аласыздар. Одан кейін өз қалауларыңызша таңғы асқа қаймақпен немесе дәл осындай варенье түрімен ұсынуларыңызға болады. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Гүлнұр.